Құрметті тыңдаушылар, бүгінгі тақырыбымыз туберкулездің эпидемиологиясына арналып отыр. Туберкулездің эпидемиологиясы қазіргі кезде Қазақстанда туберкулез бойынша эпидемиологиялық жағдай қолайсыз болып тұрғанда өзекті мәселе болып табылады. Сондықтан бүгін осы тақырыпқа тоқталып беруді жөн көріп отырмыз. Туберкулездің эпидемиологиясы туберкулездің халық арасында пайда болуын және оның таралуын зерттейді. Туберкулез эпидемиясының пайда болуын механизмін эпидемиялық үдеріс деп атайды. Эпидемиялық үдеріс үш компоненттен тұрады. Ол бірінші инфекция көзі, екінші жұғу жолы, үшінші жаңа жағдай. Осы әрбір компонентіне жеке тоқталып өтейік. Бірінші инфекция көзі. Инфекция көзі болып туберкулезбен ауыратын науқастар, жануарлар және құстар болып табылады. Әрине, туберкулездің негізгі көзі ол туберкулезбен ауыратын науқастар. Туберкулезбен ауыратын науқастардың ішінде де ол жаңағы бактерия бөлуші науқастар. Өйткені бактерия бөлетін науқастар сыртқа 10 миллионнан миллиардқа дейін микобактериялар бөліп шығарса, а бактерия бөлмейтін науқас әрине микобактерияны аз бөліп шығарады немесе бөлмейді. Сондықтан олар эпидемиялық тұрғыда қауіпсіз тұрады. Сондықтан біз негізгі эпидемиялық шараны бактерия бөлуші науқастың ошағында жүргіземіз. Өте сирек жағдайда жануарлар мен құстар инфекция көзі болып табылуы мүмкін. Жануарлар мен құстардан туберкулез жұқтыру үшін олардың жасалған өнімдерді шикілей жесек қана біз жұқтыруымыз мүмкін. Өйткені жақсылап қайнатқан болса, микобактериялар 5-20 минут ішінде қайнату барысында өліп қалады. Сондықтан негізгі инфекция көзі ол қайталап айтамыз туберкулезбен ауыратын науқастар болып табылады. Туберкулездің жұғу жолдары. Туберкулездің 4 түрлі жұғу жолы бар. Бірінші ол ауа тамшы жолы, екінші алиментарлық, үшінші қатынасты, төртінші плацентарлық. Бұл жерде негізгі ең жұғу жолы ол ауа тамшы жолы болып табылады. Ауа тамшы жолы туберкулезді жұқтыру өте жеңіл. Бұл аяқ сіздер суретте көріп отырғандай науқас, туберкулезбен ауыратын науқас жөтелгенде, түшкіргенде немесе сөйлегенде, әңгімелескенде ол сыртқа микобактерияларды бөліп шығарады. Екінші адам ауаны демалғанда микобактерияларды жұқтырып алады. Сол себептен осы туберкулездің жұғу жолы өте жеңіл болғандықтан туберкулезбен ауыратын науқастардың саны да көп және туберкулезбен қайтыс болатын науқастардың саны да көп. Өте сирек жағдайда микобактерия алиментарлық жолмен берілуі мүмкін. Алиментарлық жол дегеніміз ол жаңа айттық, біз ол жаңағы туберкулезбен ауыратын жануарлардың етін қолданғанда немесе олардың жаңағы өнімдерін шикілеу қолданғанда ғана мүмкін. Әрине ол өте казуистикалық жағдай, сирек кездесетін жағдай. Сол сияқты қатынасты дегеніміз, ол қатынасты дегеніміз жаңағы тері туберкулезбен ауыратын науқас екінші кісіде терісінде зақым алатын болса, екеуі үйлескенде жұқтырып соны айтады. Ол да өте сирек кездесетін жағдай болып табылады. Келесі ол плацентарлы дегеніміз туберкулезбен ауыратын әйел ол жаңағы босанған кезде баласына плацента арқылы беруді айтады, бірақ ол да өте сирек кездесетін жағдай. Өйткені плацента жаңағы микобактерияның жолындағы жақсы кедергі болып табылады. Сондықтан біз әдебиетте де тәжірибеде осылайша туберкулездің жұғу жолын сирек кездестіреміз, даже кездестіргеніміз де жоқ. Өзіміз мысалы үшін ол бала тек қана анасынан жұғуы мүмкін, өмірге келгеннен кейін ауа тамшы жолы арқылы. Бұл жол болдырмау үшін біз оларды бірден шектеп тастаймыз баласының анасынан. Сондықтан бұл жол өте сирек кездеседі. Келесі компоненті бұл жаңа жағдай. Жаңа жағдай дегеніміз ол жаңағы балық болатын науқастың жағдайы. Бұндай жағдаймен ол пайда болады туберкулез микобактериясының массивтілігіне байланысты болады. Одан кейін науқастың туберкулез ауырған науқаспен болған қатынастың ұзақтылығына, оның тығыздығына байланысты болады. Және енді осы туберкулезбен ауырып қалуы мүмкін адамның иммунитетіне, оның туберкулез микобактериясына деген сезімталына байланысты болады. Осыған байланысты бір адамдар туберкулезбен ауыруы мүмкін, екінші адамдар ауруы да мүмкін. Енді біз туберкулездің эпидемиологиясын эпидемиялық көрсеткіштер арқылы анықтаймыз. 4 эпидемиялық көрсеткіш бар. Біріншісі ол инфекциялану, екіншісі сырқаттылық, үшіншісі еріктілік және төртіншісі ол өлім жітім көрсеткіші болып табылады. Әрбір көрсеткішті қазір жекелей тоқталып өтеміз. Бірінші инфекциялану деген көрсеткішіміз ол туберкулинге тексерілгендердің, оң реакция бергендердің пайыз болып табылады.
яғни туберкулинмен мысалы үшін елу адам тексеріп оның мысалы үшін 25-і оң нәтиже беретін болса, онда 50% құраған болады. Бірақ бұл көрсеткіштің бір кемшілігі бар. Бұл көрсеткішпен біз Қазақстанда инфекцияланып жатқанын анықтай алмаймыз, Қарағанды облысы бойынша анықтай алмаймыз. Себебі бір мезетте соншама көп халыққа туберкулин сынамасы қою мүмкін емес. Оның қажеттілігі де жоқ, өйткені 90% ересектер туберкулез микробактериясымен инфекцияланып қойған. Сондықтан бұл көрсеткішті балаларды анықтауға болады өзекті, бірақ балалардың да саны көп, оларды да бір мезетте туберкулин сынамасын жасау мүмкін емес. Сондықтан біз инфекциялануды белгілі бір мекемелерде ғана, мысалы балалар мекемелерінде, мектептерде немесе балабақшаларда ғана анықтай аламыз. Сөйтіп сол жерде шаралар қолдануымызға болады. Келесі көрсеткішіміз ол сырқаттылық, өте маңызды көрсеткіш. Осы көрсеткіштердің ішіндегі сырқаттылық дегеніміз осы жылы 100 мың тұрғынға шаққандағы туберкулездің белсенді түрімен алғаш рет ауырғандардың саны. Бұның формуласы бар. Сырқаттылық дегеніміз алғаш рет ауырғандарда 100 мыңға көбітіп тұрғындар санына бөлгенде шығады. Яғни бұл туберкулезбен жаңа ауырғандардың көрсеткіштері болып табылады. Келесі көрсеткішіміз дерттілік. Дерттілік дегеніміз жыл соңында 100 мың тұрғынға шаққанда туберкулездің белсенді түрімен есепте тұрған науқастардың саны. Бұның да формуласы бірдей. Жалпы ауырғандарды туберкулезбен 100 мыңға көбейтіп тұрғындар санына бөлеміз. Әрине, дерттіліктің саны сырқаттылыққа қарағанда жоғары болады, себебі дерттіліктің ішінде сырқаттылық та жатыр. Яғни дерттіліктің ішінде жаңадан ауырғандар да, бұрыннан ауырғандар, бұрын ауырып қайтадан жазылып, қайта ауырған науқастар да осы дерттіліктің ішінде болады. Келесі көрсеткішіміз өлім-жітім көрсеткіші. Бұл көрсеткіш осы жылы 100 мың тұрғынға шаққандағы туберкулезден қайтыс болғандар саны. Бұның формуласы солай, қайтыс болғандарды 100 мыңға көбейтеміз, тұрғындар санына бөлеміз. Енді қараңыздар, бұл жердің ішінде осы сырқаттылық көрсеткішінің өте маңызды екені, өйткені сырқаттылыққа байланысты барлық көрсеткіш. Мысалы үшін сырқаттылық көп болса, дерттілікте көп болады, тиісінше өлім-жітімде көрсеткіш көп болады. Сырқаттылық аз болса, тиісінше өлім-жітімде, дерттілікте аз болады. Немесе мысалы үшін сырқаттылық, жаңадан ауырған науқастарды біз дер кезінде анықтап оларды жақсы емдеп жүретін болсақ, сырқаттылық көп болғанмен дерттілік немесе өлім-жітім аз болуы мүмкін. Сондықтан біз жаңадан ауырған науқастармен оларға дем беріп, олармен жақсы жұмыс істеуіміз керек. Етіп тауып, оларды дер кезінде емдеп жіберсек, соған тосуымыз керек. Енді мен Қазақстандағы туберкулез сырқаттылығы мен өлім-жітім көрсеткішінің динамикасына таныстырып өтейін деп отырмын сіздерді. Мұнан қарап отырсаңыздар, көп суретте ол сырқаттылық көрсеткіші берілген, қызылда өлім-жітім көрсеткіші берілген. Бірінші көрсеткіш 1990 жылда алып отырмыз, өйткені осы жылы Қазақстанда ең төмен көрсеткіштер тіркелген сырқаттылық бойынша, өлім-жітім көрсеткіштері бойынша. Сырқаттылыққа тоқталайық, 90 жылы сырқаттылық көрсеткіші 65-8 болған. Одан кейін жаңағы экономикалық дағдарыстарға байланысты туберкулездің сырқаттылығы өсе бастайды. Өздеріңіз білесіздер, туберкулездің әлеуметтік ауру екен, әлеуметтік жағдайға тікелей байланысты екен. Сол көрсеткішті осы жерде байқап отырмыз. Сырқаттылық өсе келе, ең сырқаттылықтың шыңы 2002 жылы тіркеліп отыр, 165-те 1 болып. 2003 жылдан бастап сырқаттылық көрсеткіші жылдан жылға төмендеп, былтыр 2015 жылы 58-де 5 болып тұр 100 мың тұрғынға шаққанда. Біз нені байқап отырмыз, яғни 13 жылдың ішінде біз сырқаттылықтың жылдан жылға төмендеген және биылғы 2015 жылы Қазақстанның тарихындағы ең төмен сырқаттылық көрсеткішіне қол жеткізгенімізді байқап отырмыз. Ал енді өлім-жітім көрсеткішіне келетін болсақ, 90 жылы өлім-жітім көрсеткіші 100 мың тұрғынға шаққанда 10 болған. Бұл көрсеткіштің шыңы 98 жыл болып отыр. Осы 8-4, яғни 4 есе өсіп, келесі уже 2000 жылдан бастап бұл көрсеткіш 1,5 есеге төмендеп, одан ары қарай жылдан жылға төмендеп, 2015 жылы өлім-жітім көрсеткіші 3,8-ді құрап отыр. Яғни өлім-жітім көрсеткіші жақсы, бұның динамикасы сырқаттылыққа қарағанда жақсы болып отыр. Төмендеу бірден 2000 жылы басталып, 90 жылдарға қарағанда дерлік 3 есеге дейін өлім-жітім көрсеткішінің азайғанын байқап отырмыз. Бірақ біз бұл жердегі жаңағы динамиканың әркелкі екенін байқап отырмыз. Өйткені сырқаттылықтың шыңы 2002 жылы болса, өлім-жітім көрсеткішінің шыңы 98 жылға келіп отыр. Неге олай? Өйткені бізге шынында ең қиын жыл 98 жыл болған. Өйткені өлім-жітім көрсеткіші ол шындыққа жақын көрсеткіш. Біз туберкулезбен қайтыс болғандарды тіркейміз. Өйткені туберкулез деген ол туберкулезбен бірден ауыру жағдайы өте сирек кездеседі. Науқастар жылдап ауырып, одан кейін барып қайтыс болады. Сондықтан
біз ол науқастың төр көзін ауырғанын білеміз. Төр көзін ауруын білмесек те, кейін науқастардың мүрдесін зерттеу арқылы төр көздің бар жоғын анықтаймыз. Ал сырқаттылық ол шындыққа өлімшісіне қарағанда жақындау болмайды, себебі біз төр көзін ауырған науқастардың бәрін тіркей алмаймыз, тек қана біз оларды қайсысын табамыз, соны ғана тіркейміз. Ал енді төр көзді білеміз, ол бастапқы кез немесе кейбір түрлері бар, симптомсыз, асимптом жүретін. Әрине ондай симптомы жоқ науқастар өз бетінше олар қаралмайды. Сондықтан біз оларға төр көз бар жоғын білмейміз. Ал енді оны табу үшін біз профилактикалық флюорографиялық зерттеулер жүргіземіз. Бірақ флюорографиялық зерттеулердің өзін біз тек қана жылына бір-ақ рет жасаймыз. Біз жасағаннан кейін бұл кісі келесі күні ауырып қалуы мүмкін төр көзбен, сондықтан келесі енді оны табу үшін тағы бір жыл күтуге тура келеді. Тағы да біз флюорографиялық тексерумен халықтың 50%-ын ғана қамти аламыз. Сондықтан біз бұл жерде бұл көрсеткіш, бұл жерде біз сырқаттылықтың бәрін таба алмаймыз. Ал енді неге мысалы үшін осы 2038 жылы, 98 жылы көрсеткіш жоғары болып, 2000 жылдан бастап төмендей бастады? Оның себебі бар. Өйткені 1998 жылы еліміздің президенттің жарлығы шықты. 18 мамырда сөйтіп төр көзге қарсы біз дүниежүзілік сақтау ұйымының бағдарламасын қабылдадық елімізде. Осы бағдарламаға байланысты елімізден және шетелдерден қаржы бөліне бастады. Яғни диагностикалық аппараттар, профилактика жүргізу үшін аппараттар, емдеу дәрілері түсе бастады. Соның нәтижесінде өлім көрсеткіші бірден оған әсерін жасады, 2008 жылы 1,5 есеге азайды. Ал сырқаттылықтың өсу себебі, өйткені біз жаңағы туберкулезді белсенді түрде тауып бастағанбыз. Оған қаржы жоғына байланысты біз бұл жерде тек қана өзі қаралған науқастарды тауып алсақ, қаржы түскеннен кейін біз белсенді тауып бастадық. 4 жыл бойы біз табылмай жүрген науқастардың бәрін тауып, осы жұмысымыздың бәрі 2003 жылдан бастап өз нәтижесін бере бастады. Сөйтіп сырқаттылық деңгейі өлім-жітім қатарымен көрсеткішімен қатар жылдан жылға төмендеп, биыл қайталап айтамын 58,5 көрсеткішін құрап отыр. Тағы бір айта кету керек, өздеріңіз қарап отырсыздар, 95-98 жылдары сырқаттылық пен өлім-жітім көрсеткішінің арасының онша алшақ болмаған. Бұл жақсы көрсеткіш деп есептелмейді. Мысалы үшін сырқаттылық пен өлім-жітім көрсеткішінің арасы неғұрлым жақын болса, яғни бұл жұмыстың жоқтығын білдіреді. Өйткені біз науқастарды таппаймыз, сондықтан олар өте кеш уақытта табылады да, одан кейін олардың жаңағы өлім-жітімге әкелетін сол. Ал егер олардың арасы алшақ болатын болса, кейінгі жылдар сияқты, яғни ол біз туберкулезді дер кезінде тапқанбыз, сондықтан өлім-жітім дер кезінде тапқанбыз және дұрыс емдеудің нәтижесінде науқастардың арасында да өлім-жітім көрсеткіші азайғанын байқап отырсыздар. Дерттіліктің көрсеткіші 2014 жылы Қазақстанда 125-7 көріп отырсыздар, ол сырқаттылық көрсеткішінің 2 есе жоғары. Ол солай болу керек, қайталап айтамын, өйткені дерттіліктің ішінде сырқаттылық та бар, яғни жаңа ауырғандар бар, коронавирус ауырып келе бар, сондықтан оның көрсеткіші жоғары болып отыр. Бірақ бұл көрсеткішіміз динамикасын бере алмаймыз, өйткені ол диспансерлік бақылауға байланысты. Диспансерлік бақылау осы жылдары бірнеше рет ауысқандықтан біз оның динамикасын көрсете алмаймыз. Ал енді басқа елдерде жағдай қалай? Бұл жерде біз Қазақстан Европа аймағында болғандықтан Европа аймағындағы көрсеткіштерді беріп отырмыз, және ақш-та, Америка құрама штаттарында 2011 жылы сырқаттылық көрсеткіші 4 болса, Европа аймағында қарасақ, бұл жерде Германия, Норвегия, Турция деген елдерде, Латвия, Беларусь сырқаттылықтың көрсеткішінің жоғары екенін біз байқап отырмыз. Ал енді Россия, Тәжікстан, Өзбекстан, Украина сияқты елдерде бізбен деңгейлес екенін байқап отырмыз. Ал енді Қырғызстан, Молдова, Әзербайжан елдеріне бізден сырқаттылық көрсеткішінің жоғары екенін байқап отырмыз. Әрине, бұл бір жағынан енді бұрынғы көрсеткіштермен қарағанда жақсылау, өйткені біз Совет үкіметі құрамында болғанда және ТНД елдерінің бастапқы кезде ТНД елдерінің құрамында біз бірінші орында отырмыз. Қазір біз бірнеше елден қазір алдамыз, бірнеше елдермен деңгейлеспіз деп айтуға болады. Ал енді дүние жүзі бойынша сырқаттылық көрсеткіші 122 болып отыр. Бұл жердегі елдегі көрсеткіштерден жоғары. Оның негізгі себебі бұл Африкадағы сырқаттылықтың өте жоғары болу себебі. Қараңыздар, Африкадағы материалдағы сырқаттылықтың көрсеткіші 591-ді құрап отыр. Осының салдарынан дүние жүзіндегі туберкулездің салдарынан дүние жүзінде туберкулез өсіп отыр. Бұл жерде дүние жүзінде туберкулезден бірінші орын алатын сырқаттылығы бойынша мемлекеттер бұл Свазиленд 1349. Белгілі бұл жерде туберкулездің өсуіне себепші факторлар бар. Ол жаңағы климаттық жағдай деп, әлеуметтік жағдай деп айтсақ болады.
және соңғы кезде шығып жатқан жаңағы туберкулезбен қосарланған аив осы Африкадағы туберкулезбен сырқаттықтың өсуіне себепші болып отыр. Ал енді Еуропа аймағында өлім-жітім көрсеткіштермен салыстыратын болсақ, әрине Турция, Армения деген елдер бізден әлдеқайда төмен болатын болса, бізбен Тәжікстан, Латвия мемлекеттері деңгейлес болып отыр. Ал басқа елдердің көрсеткішіне қарағанда біздің көрсеткішіміз жақсылау. Бұл нені білдіреді? Яғни бізде туберкулезге қарсы жұмыстың жақсы жолға қойылған көрсеткіш деп айтуға болады. Мен жаңа айттым, өйткені жаңа сырқаттылық жоғары болып, өлім-жітім төмен көрсеткіш төмен болса, яғни жаңағы талу жұмыстары, емдеу жұмысының нәтижелі жолға болады. Енді дүние жүзіндегі туберкулез сырқаттылығының картасын мен сізге көрсетейін, бірақ бұл картаның айтылған жаңа емес, бұл 2006 жылы, яғни 10 жыл бұрын жасалған карта. Өйткені соңғы жылдарда мұндай карта болмаған. Осы картаны қарайтын болсақ, біз бірінші қызыл аймақты байқап отырмыз. Қызыл аймақ ол жаңағы ең туберкулезі жоғары елдер, яғни 300-ден асатын сырқаттылығы. Бұл жаңағы жоғарыда айтып өткен Африка елдері. Одан кейін келесі аймақ ол қоңыр аймақ, ол жаңағы сырқаттылығы 200-ден 300-дің арасындағы мемлекеттер. Бұл жерде де сол Африка елдерімен және оңтүстік Шығыс Азия елдері құрап отыр бірнеше мемлекет. Келесі аймақ ол сары аймақ, ол сырқаттылығы 100-ден 200-дің арасындағы мемлекеттер. Осы аймақта 2006 жылы Қазақстанда болған, картадан көріп отырғандай. Ал енді әрине қазіргі кезде біз өзіміздің 58-5 көрсеткішімізбен біз жасыл аймақтамыз. Жасыл аймақта көбінесе бізбен қатар көбінесе жаңағы ТМД-ның көптеген мемлекеттері бар. Сонымен қатар Қытай мемлекеті де осы жерде тағы басқа да елдер бар екенін көріп отырмыз. Ал енді ең жақсы ол аймақ көк аймақ болып табылады. Көк аймақ ол жаңағы сырқаттылық 50-ге дейін. Яғни бұл жерде қарап болсақ, бұл Еуропа елдері осы көк аймақта, солтүстік Американың басым мемлекеттері осы жерде, Австралия, Жапония мемлекеттері, таяу шығыс елдері, солтүстік Африканың бірнеше мемлекеттері жасыл аймақта, көк аймақта. Біздің мақсатымыз әрине осы көк аймаққа ену, яғни 50-ден төмен болу. Әрине осы өте маңызды. Көріп отырсақ, көптеген мемлекеттер бізден алда. Осы көрсеткіш бойынша біз дүние жүзінде сырқаттылық бойынша 101-ші орында тұрмыз. Біздің мақсатымыз әрине алға жылжу осы туберкулезбен көрсеткіші бойынша 50-ге жетсек, біз 50-ден асқанша туберкулезбен эпидемиологиялық жағдай ол қолайсыз болып есептеледі. Біздің мақсатымыз сол бірінші мақсатымыз 50-ден төмен көрсеткішке қол жеткізу. Әрине одан ары қарай азайтып туберкулезді жою болып табылады. Қараңыздар, жаңа айтып отырмын ғой, туберкулезбен жыл сайын жаңадан 9 миллион адам ауырады екен. Және 1,5 миллион адам туберкулезден қайтыс болады екен. Бұл 2013 жылғы көрсеткіштер дүниежүзілік сақтау ұйымы. Яғни туберкулезді қарап отырсаңыздар, оның диагностикасы, профилактикасы және емі белгілі болғанына қарамастан, жылда жаңадан ауыратын сандар саны өте көп. 9 миллион қайтыс болатын адамдардың саны көп, 1,5 миллион. Бұның себебі жаңа біз айтып өттік, жаңағы туберкулездің жұғу жолы өте жеңіл, жұғу оңай. Әрине тағы себебі жаңағы туберкулездің алдын алу, жаңағы вакцина өте сапалы вакцинаның болмауы және сапалы дәрілердің болмауымен де бұл жағдайда түсіндіруге болады. Сондықтан туберкулезбен күресу жұмысы өте өзекті болып қала бермек. Оның есесіне қазір және жаңа туберкулездің жаңа проблемалары яғни пайда болып келе жатыр. Оны қарайық. Ол қандай проблема айтып болсақ, ол көп дәріге төзімді туберкулездің өсуі. Дүние жүзінде қазіргі кезде 650 мың адам осы көп дәріге төзімді туберкулезбен ауырады екен. Олардың 150 мыңдайы осы туберкулездің қайтыс болады екен. Бұл көп дәріге төзімді туберкулез дегеніміз, яғни негізгі бірінші топтағы туберкулездің дәрілеріне төзімді туберкулез айтамыз. Ал енді соңғы кезде жаңағы кең дәріге төзімділік те өсіп отыр. Ондай науқастардың саны 150 мың екен, оның 60%, яғни 30 мың қайтыс болады екен. Бұл дегеніміз кең дәріге төзімді дегеніміз, бұл жаңағы бірінші және екінші топтағы дәрілерге төзімділікті айтып отырмыз. Сонымен қатар жаңа проблеманың бірі ол жаңағы қосарланған туберкулезбен аив болып отыр. Көрдіңіздер, бұл қосарланған осы туберкулезбен аурумен дүние жүзінде миллионнан астам адам ауырады екен. Олардың 380 мыңы осы туберкулездің түрінен қайтыс болады екен. Міне біз осы туберкулездің болдырмауға тырысуымыз керек. Өйткені бұл туберкулездің түрлері азайып отырған жоқ, жылдан жылға қайта өсіп отыр. Бұлардың ары қарай өсуі
жалпы туберкулездің санының өсуіне немесе туберкулездің өлім санының өсуіне ықпал жасауы мүмкін. Мысалы үшін Қазақстанда алатын болсақ, 2008-2010 жылы біз жаңағы қосарланған туберкулездің аймақтың өсіп отырғанын көріп отырмыз. Жаңа мен алдыңға суреттер көрсеткенмін, туберкулездің жалпы сырқаттылығы төмен түсіп отырса, бұл жерде бұл керісінше өсіп отыр. Әрине бұл проблемалардың біз жеңе алмасақ, бұл жалпы сырқаттылықтың өсуіне алып келуі мүмкін. Қазақстандағы тағы бір проблема ол жаңағы түрмедегі туберкулездің өсуі. Ол да біз үшін үлкен мәселе болып отыр. Өйткені қараңыздар, сырқаттылық, түрмедегі сырқаттылық 799-ты құрап отыр. Қазақстанда бұл 58-5 болса, қанша есе өсіп отырғанын көріп отырсыздар, яғни 15, 20, 15, 17 есе өсіп отырғанын көріп отырмыз. Сырқаттылық, ал өлім-жітім көрсеткіші 91-2. Бұл одан да көп, яғни өлім-жітім Қазақстанда 3-8 болса, бұл да 91-2, яғни 25, 26 есе жоғары екенін байқап отырмыз. Сондықтан туберкулезбен күресу мәселесі өзектілігін жойған жоқ. Оның жаңағы Қазақстанда азаюына қарамастан, дүниежүзінде азаюына қарамастан, жаңа аталған проблемалардың пайда болуы ары қарай күрестің жалғастыруына себепші болып отыр. Осымен мен бүгінгі дәрісімді аяқтаймын. Тыңдағандарыңыз үшін рахмет.